Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Тбилиси деп аталатын грузин салатын дайындаймыз. Бізге қажетті ингредиенттер ол қайнатылған ет, қызыл бұршақ, жаңғақ, 2 дана болгар бұрышы, 1 дана қызыл пияз, ащы бұрыш, кинза жапырағы және де сарымсақтың 2 данасы қажет болады. Ең алдымен пиязымызды осылай видеодағыдай жіңішке етіп тураймыз. 9% 2 ас қасық сірке қышқылын құямыз. Қайнатылған сиырдың етін осылай видеодағыдай ұзыншақ етіп турап шықтым. Енді кезекте болгар бұрышында ұзыншақ жіңішке етіп турап шығамыз. Барлығын арнайы ыдысқа рет-ретімен салып отырамыз. Енді ащы бұрыштың жартысын бөліп алып, осылай майда етіп тураймыз. Егер де сіздер ащыны жақсы көретін болсаңыздар, көбірек қоссаңыздар болады. 2 дана сарымсағымызды тураймыз. Жаңғақ дәндерін осылай видеодағыдай майдалаймыз. Және алдын ала туралған пиязымызды, майдаланған жаңғақ дәндерімізді, қызыл бұршағымызды, кинза жапырақтарын барлығын рет-ретімен қосып, сұйық майымызды құйып, дәміне қарай тұз қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Иісі өте керемет болып шығып жатыр. Дәмі де сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін.